Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз осындай скетч сияқты салынған суретімізді қойып аламыз логотип жасау үшін. И төртбұрыш саламыз. Инструмент прямоугольник деген таңдаймыз да. Сөйтіп қойып қоямыз. И осыны алып байынан Alt кнопка арқылы копировать етеміз. И осылай қойып аламыз. Анан блокировка қойып қояйын. И сосын барып мына жерде мына кнопканы алып пероны и ортасына былай тартамыз. И мынаны да былай тартамыз. И мынаны алып қойсақ болады. Ағамызды сәл бүйтіп қойып қойық. Сосын барып мына жерден байынан тартамыз. Точка ұстаймыз да. Солай қойып аламыз. И мынаны да солай жасаймыз. Бай. Қала берсін. Осыны аламыз да. Трансформировать зеркальное отражение дейміз да. Окей дейміз. Прям в центре қоямыз. И осы екеуін аламыз да, копировать етіп. Мына жерден байынан мына кнопканы аламыз. Жерден былай үлкейтеміз. Вот. Трансформировать зеркальное отражение, копировать. Окей. Окей. И мына жерде төртбұрышты аламыз. Қоямыз. Сәл байынан тартамыз. И мынаның үстіндегісін Alt кнопка ұстаймыз да, копировать етіп аламыз. И бұлай айналдырып қойып қоямыз. Мінекей бәрін аламызды сгруппировать етеміз. Болды. Міне біздің логотипіміз дайын болды. Скетч бойынша логотип жасадық. Осымен жұмысымыз дайын болды. Бұл негізі логотиптің авторы бар. Бұны қазір Әділ Кейс деген өзінің профилінде қолданып жатыр. Бірақ бұның логотиптің авторы қателеспесем Қырғызстанның адамы, яғни Шум лого деген. Осыны жасап үйреніп, қолдарыңызды үйретсеңіздер болады. Лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз. Жарайды, жақсы, сау болыңыздар.